Күндердің күнінде бай жылқыларын суғаруға көлге келсе, көлдің ішінде қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлде жүрген өкпеден үркіп суға жуылмайды. Бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай суда жүзіп жүрген өкпені құрығымен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір боп судан шыға келеді де байдың жағасына жармаса кетеді. Бай қорыққанынан ат басындай алтын берейін, қоя бер дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. Осы жылқыларымның бәрін берейін, қоя бер дейді. Кемпір жібермейді. Кемпірден енді не берейін деп сұрайды бай. Жалғыз балаңды бер, сонда жіберемін дейді. Жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Байдан кемпір балаңды қай жерде бересің деп сұрайды. Сонда ертең көшемін, баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін. Сен жұртта сол сақаның жанында отырарсың дейді. Бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертесіне көшіп, баласының алтын сақасын жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе сақасы жоқ бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі кеше көште жүріп жұртта қалып қойыпты, барып әкеле ғой дейді баласына. Бала бармақшы болып әкесінен, әке, қандай тайға мініп барайын деп сұрайды. Жылқышыдан сұра дейді әкесі. Жылқышы балаға, құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып, жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып, жылқыға келсе, шеттегі бір қотыртай қарай қалады. Бала қотыртайды ұстайды да жүген дейді. Жүген дегенде тайдың қотыры жазылады. Тоқым салғанда құнан болады. Үстіне жер салғанда дөнем болады. Айлысын тартқанда 5 атты болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басында тезектің түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге, шешей, анау жатқан сақамды алып берші дейді. Кемпір, шырағым, өзің түсіп ал. Кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын дейді. Сонда бала, мен де аттан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын дейді. Сол арада тай сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай, сақаны іліп алады. Тай тұра қашады, кемпір қуа жөнеледі. Бала қашып келеді. Кемпір жете алмайтынын білген соң, бір түсін жұлып алып, атып жібергенде, тайдың бір аяғын жұлып түседі. Тай 3 аяғымен шауып жеткізбейді. Кемпір тағы да бір түсін жұлып лақтырғанда, тайдың тағы бір аяғын жұлып түседі. Тай 2 аяғымен шауып келе жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсіреп қалады. Бәйтеректің жанына жеткенде, бала тайдан секіріп, бәйтеректің ең төбесіне шығып кетеді. Жалмауыз кемпір теректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде қызыл түлкі келіп, шешей, шаршаған шығарсың, мен қаза тұрайын, сен демала тұр дейді. Кемпір ұйқыға кеткенде, түлкі түсті суға лақтырады да, қазған шұңқырды қайта бітеп, өзі кетіп қалады. Кемпір тұрса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Тағы бір түсін суырып алып, бәйтеректің түбін қаза береді. Сол уақытта тағы бір түлкі келеді. Шешей,
шаршаған шығарсың, кеппеніңді маған бер, мен қазайын. Сонда кемпір: кеппенімді алып қашып кетерсің, дейді. Ол: қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған. Бұл балада менің алар кегім бар, дейді. Кемпір түлкінің сөзіне сеніп, кеппенін береді. Өзі ұйқыға кетеді. Түлкі кеппенді суға лақтырады да өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, кеппен де жоқ, түлкі де жоқ. Алданған екенмін ғой деп, тағы бір түсін жұлып алып, бәйтеректің түбін қаза береді. Кемпір аузын ашса, аузында бір ақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды. Бір уақытта баланың төбесінен бір топ қарғалар ұшып өтеді. Бала қарғаларға: ау қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабар айта бар, мені жалмауыз кемпірден арашалап алсын, дейді. Қарғалар қарқ-қарқ етіп ұшып кете береді. Бір мезгілде үйректер төбеден ұшып өтеді. Бала оларға да айтады, олар үндемей ұшып кете береді. Сол кезде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де баланың қасына келіп қонады. Бала жылап тұрып қарлығашқа тапсырады. Бұрын бала қыстауындағы ұя салған қарлығаштарға тимейтін. Қарлығаш баламен дос екен. Қарлығаш баланың тапсырмасын төбеттеріне айта барады. Пәлен жерде бәйтеректің түбінде бала отыр. Бәйтеректің түбін жалмауыз қазып құлатуға таяу тұр. Мұны естіген баланың төбеттері жалма-жан шауып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауызды бас салып, бұтын-бұт қолын құлғып талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман сау жетеді. Баланың аман сау келгеніне әке-шешесі ел жұртын жинап үлкен той қылады. Арада неше жылдар, неше күндер өткен соң, баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің түбіне келеді. Келсе шешесінің жүн-жүні шығып өліп жатқанын көреді. Кімнің өлтіргені білмекші болып, сол жерді қарап тұрса, иттердің ізін көреді. Иттердің ізімен келе жатса, көп жылқыға кез болады. Ауылдың жақын екенін біліп, жүріп келе жатады. Иттердің ізі тұп-тура байдың ауылына апарады. Бұл кезде баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қыз екенін біліп, жалма-жан бас салады. Қыз кемпірді емес күшті екен, бес төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып, қыздың көзін шығарады. Екінші рет атып, қызды өлтіреді. Осылайша жалмауыздан мәңгілікке құтылады.